Так, бәріңізге ассалаумағалейкум. Бүгін сіздерге қысқаша әрі нақты туман күні қалай жалғау керек реле арқылы және сақтандыруы арқылы через передохранитель дейді. Осындай міне передохранитель салатын қоймасы бар. Қоймасы емес, передохранитель салатын орны бар. Колодка передохранителя дейді. Вот осындай заттармен кез келген уақытта тоқ жалғағаныңыз кез келген замыканиенің алдын алуға себепші болады, көмекші болады. 30 деген контакты бар, 30 деген контакты бар. Сосын бізде 85 деген контакты бар, 85 деген контакты бар. Так, сосын мұнда 86 деген контактысы бар, сосын мұнда 87 деген контактысы бар. Енді так 30 бізде қайдан келуі керек 30-ға тоқ. Бұл міне через мынау через передохранитель арқылы бұл аккумулятордан келеді. Аккумулятордан келеді. Через мынандай 15-тік туманкіге максималды 15 амперлік передохранитель жарайды. 15 амперлік. Так, мынау бізде мына жағы аккумулятордың плюсы. Мында так. Аккумуляторды АКП дейді. АКП. Аккумуляторная батарея. АКП. Плюс. Яғни, демек айтқанда бізде 30-ға плюс келеді екен аккумулятор арқылы. Через сақтандыру бұғаты арқылы. Так, 85 қайда барады? 85 бізде корпусқа барады бұл. Аккумулятордың келесі минус жағына. Яғни айтқанда 85 бізде минус болады. Минус, яғни айтқанда ол масса. Масса болады бізде. Масса болады. Так, 86-ға енді біз плюсты кез келген кнопка арқылы қойсақ болады. Әлде болмаса, мынандай кәдімгі приора немесе лада, әлде газель көліктерінің бәрін выключатель туманкісі бірдей болады. Мына бас жағын ауыстырып жіберуге болады. Ол үшін бүйтіп басын отдельно шешіп аласыз. Міне басы отдельно ауыса береді. Өзіңізге қалаған кез келген затты қойып алуыңызға болады. Так, ол міне өз қайтадан кигізе қоясыз. Так, бұл жерде енді бізде не деген жазулар бар, әріптер бар. Яғни айтқанда С деген бізде бос, оны яғни жазбаймыз. Бізде мына келесі жағында Д тұр екен. Д тұр. Так, сосын ортасында 1 мен 2 тұр. Так, үстіңгісі 2, асты 1. Сосын бізде мына бұрышында Б тұр, мына бұрышында А тұр бізде. Так, А, Б, Д деген ол мына кнопканың мына жеріндегі жанып тұратын диоды, мына сыртындағы мына үшеуі. Бұл теріс жалған жағдайда күйіп кетпейді бұл. Теріс жалған жағдайда жанбайды бұл. Сосын қайтадан оңынан жалғайсыз А, Б, С, Д-ні. Бұл жерде екеуі масы, әлде болмаса екеуі плюс. Солай жалғанады. Енді бізде мына реледен 86-шы контакттан шыққан, міне мына жерде 1-ге барады. 1-ге. 1 деп тұр ол мынаның астында. Осы 1-ге барады. Енді мына 2 деген, міне мына Д-ның қасындағы 2 деген. Манағы сіздің мына передохранителіңіз бар ғой? Сол передохранительге 30-ға келіп жалғанады бұл. 30-ға. Көрдіңіз бе? Дәл осылай жалғанады. Енді міне түсінікті болды ма енді? 30 плюс и еще бұл плюс, мына кнопканың плюсы 1. Общем айтқанда, мына 15 передохранительден 2 жаққа плюс барып тұрады постоянно. Кез келген уақытта туманкіні өзіңіз жалғауыңызға болады. Так, 87, енді бізде 87 шығады, тіпті келей туманкіге барады. Туманканың плюсы ішіндегі лампочканың. Лампочканың минусы, лампочканың келесі жағындағы контактысы. Ол тіпті келей массаға қатырылады.